Шығарманың негізгі идеясы адам тағдыры мен ұлттың тағдырын байланыстыра отырып, рухани тазалықты, әділеттілікті, адамдық құндылықтарды сақтау маңызды екенін көрсету болып табылады. Қабдеш Жұмаділов шәкәрімнің өмірі мен қайғылы оқиғалары арқылы адамның ішкі күресін, рухын, шығармашылық еркіндігін қорғау қажеттігін, сондай-ақ ұлттық сананың, мәдени мұраның бағалаудың маңыздылығын айқындайды. Шығармада көрсетілген оқиғалар мен кейіпкерлер арқылы жазушы адам өміріндегі қиындықтар мен сыртқы қысымдарға қарамастан адамгершілік пен басқа да адами, рухани адамгершілік секілді өте маңызды қасиеттерді сақтау керектігін айқын көрсетеді. Шығарма адамға рухани күш, батылдық, әділетке сену арқылы қиындықтарды жеңуге болатындығына деген сенімін білдіреді. Сонымен қатар шығарманың идеясы өткенді есте сақтау, тарихқа құрметпен қарау және ұрпаққа сабақ беру болып табылады. Қаламгер ұрпаққа адамдық қасиеттерді, парасаттылықты, шығармашылыққа берілгендікті, қоғамдағы әділетсіздікке қарсы тұруды үлгі ретінде ұсынады. Бұл шығарма адам мен қоғам арасындағы күрделі қатынасты, билік қысымы мен әділетсіздік жағдайында рухани тазалық пен адамгершілікті сақтауды маңыздылығын көрсетеді. Аққуда ат бас болар шығармасы арқылы жазушы әрбір адамға өз өмірін, рухын, ұлттық мұрасын бағалауды, өзінің іс-әрекеті мен әділеттілікті, шынайылықты қолдауды ескертеді. Сондықтан шығарма негізгі идеясы туралы айтқанда, бұл адамдық, рухани, ұлттық құндылықтарды сақтау арқылы ғана адам өмірдегі қиындықтар мен қайғылы оқиғаларды жеңуге болатынын көрсетеді. Өткен мен бүгінді байланыстыру, тарихтан сабақ алу және ұрпаққа дұрыс бағыт көрсету болып келер туралы атап өтсек. Шығармадағы негізгі кейіпкер бұл ұлы ақын, ойшыл және философ Шәкәрім Құдайбердіұлы. Бұл туындыда оның өмірінің соңғы жылдары, жеке қиындықтары, билік қысымы мен рухани күресі егжей-тегжейлі көрсетіледі. Шәкәрімнің ішкі ойлары, философиялық тұжырымдары, шығармашылық ізденістері мен ой толғамдары шығарма негізгі желісін құрап, оқырманға терең әсер береді. Сонымен қатар шығарманың маңызды кейіпкерлерінің бірі бұл Зия Шәкәрімұлы, яғни Шәкәрімнің ұлы болып табылады. Оның тағдыры арқылы отбасының қиналысы, ұрпаққа мұра қалдыру, атадан балаға берілетін рухани және мәдени мұра мәселелері баяндалады. Зияттың өмірі мен әрекеттері арқылы шығарманың тарихи контексті айқын көрінеді. Оқырманға сол кезеңдегі халық тағдыры мен отбасы жағдайларының ауырлығы сезіледі. Сонымен қатар Шәкәрім қолдаушылары мен жақын туыстары, отбасы мүшелері, достары, әріптестері де маңызды рөл атқарады. Олар шығарманың тарихи, әлеуметтік және мәдени контекстін ашады. Кейде сыртқы қысым мен билік өкілдерімен қақтығысқа түскен жағдайларды да көрсетеді. Бұл кейіпкерлердің әрекеті арқылы оқырман Шәкәрімнің өміріндегі қиындықтары мен оның рухани күресін және ұлттық мұраны сақтау жолындағы қажыр жігерін жақсырақ түсінеді. Сондай-ақ шығарманың драмалық желісінде саяси қысым көрсететін тұлғалар да бар. Олар нақты кейбір жағдайларда аталмаса да, бірақ сонда да кейбір кейіпкерлерді атап өтсек болады. Мысалы, ГПУ-дың бастығын атап өтсек болады. Ол кейіпкер осы Шәкәрімнің тұрып жатқан аумағындағы, яғни Шыңғыстауда қандай да бір банда бар деп өзінің ойын жүзеге асырады, өз ойын жеткізеді. Яғни осы ГПУ-дың бастығы және осы ГПУ-дың бастығы негізгі осы коммунистік партияның, былайша айтқан кезде осы коммунистік партияның негізгі идеясын қозғаушы болып табылады. Яғни былайша айтқанда осы шығармадағы негативті кейіпкерлердің бірі ретінде атап өтсек болады. Сонымен қатар олар, осы барлық кейіпкерлер шығарма негізгі идеясын, яғни адамдық қасиеттерді, рухани тазалықты және ұлттық мұраны сақтау қажеттігін тереңірек ашуға көмектеседі. Армысыздар, құрметті көрермендер, достар.
Бүгін біз бірге Қазақстанның халық жазушысы, көрнекті прозаигі Қабдеш Жұмаділовтің «Аққуды атпас болар» атты ерекше шығармасын талдап, сонымен қатар осы шығарманың терең мағынасына үңілетін боламыз. Бұл шығарма тарих пен тағдыр, руханият пен азаттық жайлы ерекше жазылған шығарма болып табылады. Ең алдымен шығарманың авторы туралы сөз қозғасақ. Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы Шыңжаң облысы Тарбағатай ауданында дүниеге келген еді. Ол қазақ прозасының ірі тұлғасы, қазақ қара сөзінің дарабозы деген атақ алған. Сонымен қатар еңбектері тарихи және рухани детальдарға өте толы еңбектер жазған еді. Сонымен қатар Қабдеш Жұмаділовтың шығармалары қазақтың шетте қалған тағдыры туралы, сонымен қатар бағана айтып кеткендей тарихи және рухани мәселелерді көтеретін өте детальдарға толы бай еңбектерді жазған еді. Шығарманың тарихи кезеңдері мен тарихтағы алатын орны туралы айта кетсек, меніңше бұл шығарма ұлы тұлға Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірінің соңғы кезеңінің қайшылықтарын ұлттық тарихымен жоғарғы деңгейде байланыстыратын туынды. Қаламгер Қабдеш Жұмаділов осы шығармасында Шәкәрімнің тағдыры мен қазақ ұлтының азапты жолын көркем тілмен бейнелейді. Тарихи кезең дегенде бұл негізінен 20 ғасырдың басы мен орта тұсы деп те айтуға болады. Шәкәрімнің өмірінің соңғы кезеңі ретінде де айтсақ дұрыс болар. Ол кезде қазақ халқы саяси қысымға ұшыраған, ұлтын жоғалту қаупі мен ұлттық сананың майысу кезеңі еді. Шығарманың оқиғалары сол кезеңдегі нағыз өмірден алынған. Қазақтың зиялысы, ақыны, ойшылы Шәкәрімнің өзі қалай ауыр жағдайда болғанын, оның шығармашылық өрісі мен қоғам арасындағы ұшқыштарын көрсетеді. Оқиғалардың желісі былай өрбиді. Шәкәрім Саятқорада табиғат ішіне тыныштық іздеп жүргенде, сыртқы қысымның көлеңкесі артынан келеді. Оның ұрпағы, отбасы, туыстары түрлі қудалауға ұшырайды. Оның өзі ерекше күреске араласады. Ішкі рухани күрес пен сыртқы әділетсіздікке қарсы күрес. Шығарманың атауы «Аққуды атпас болар» символдық. Аққу образын қазақтың рухын, әділеттілікті және азапты бөлігімен байланыстырады. Аққуды атпас болар деген сөзде сол рухани киенің таза болмыстың қорғалуы туралы үн бар. Қорыта айтқанда, бұл шығарма тарихи кезеңнің, тұлғаның және ұлттың тағдырын біріктіретін маңызды әдеби туынды. Мұнда көрсетілген оқиғалар кітап беттеріндегі ғана оқиға емес, шындықтың көрінісі, өткеннің ескерткіші. Оны бейнелеу, түсіну бүгінгі жастарға, қазіргі қоғамға да маңызды сабақ береді. Шығарманың басты кейіпкерлері туралы сөз қозғасақ, әрине де осы біздің шығармада «Аққуды атпас болар» шығармасының ең басты кейіпкері ол әрине Шәкәрім Құдайбердіұлы болып табылады. Және де ГПУ бастығы Қарасартовты да атап өткеніміз жөн болады. Сонымен қатар Қарасартовтың жендеттері, яғни Қарасартовтың ГПУ-дағы жұмыс жасайтын адамдары туралы да атап өтсек болады. Ең басында мен Шәкәрім Құдайбердіұлыға тоқтағым келіп тұр. Бағана айтып кеткен Шәкәрім Құдайбердіұлы осы «Аққуды атпас болар» шығармасының басты кейіпкері. Сонымен қатар Шәкәрім Құдайбердіұлының рухани бейнесі туралы атап өтетін болсақ, рухани бейнесі автор Шәкәрімді жай ғана қарт ақын емес, даланың соңғы данышпаны, ұлы Абайдың рухани мұрагері ретінде де көрсетеді. Шәкәрім Құдайбердіұлы тазалық, шыншылдық ілімін іздеген, дүниенің алдамшы қызығынан бас кешкен сопы деңгейіндегі тұлға ретінде сипатталады. Оның бойында тәкаппарлық жоқ, тек терең ой мен мұң ғана бар. Сонымен қатар Шәкәрімнің сыртқы келбеті мен әрекетіне сөз қозғасақ, Шәкәрім ол Шыңғыстау қойнауында, оңаша үңгірде, яғни Саятқорада өмір сүреді. Бұл оқшаулану қоғамнан қашу емес, ол өзін тану және Алламен, табиғатпен үндесу әрекеті ретінде айтсақ болады. Шығармада оның ақбоз аты мен қолындағы винтовкасы да оның серілігі мен аңшылық қырын емес, дала перзенті екенін айқындай түседі.
Сонымен қатар осы шәкәрім құдайбердіұлыға қатысты символика туралы атап өтсек, шығармадағы аққу дәл осы шәкәрім ретінде болып табылады. Ол кіршіксіз тазалықтың символы болып табылады. Қазақ қоғамында осы аққу осы тазалықтың символы ретінде айтсақ болады. Қартайған шағында ешкімге зияны жоқ, өз ойымен өзі болып жүрген қарияның атылуы ол аққудың атылуымен теңестіріледі. Келесі сипаттап өтетін кейіпкерім бұл Қарасартов. ГПУ бастығы туралы сөз қозғағым келіп тұр. Қарасартовтың негізгі кейіпкер ретінде айтатын болса, ол ГПУ бастығы, яғни антиқаһарман болып табылады. Шәкәрім құдайбердіұлына қарама-қарсы негативті персонаждардың бірі ретінде айтсақ болады. Бейнесі туралы бұл кейіпкер сол заманға тоталитарлық жүйенің жиынтық бейнесі. Ол қанқұйлы, мейірімсіз, мансап үшін туған ағасын да сатуға даяр тұрған жандайшап ретінде атап өтсек болады. Сонымен қатар Қарасартовты біз осы тоталитарлық жүйенің, кеңес мемлекетінің негізгі бейнесі ретінде де атап өтсек болады. Яғни осы социалистік қоғамның идея үшін сондай іс-әрекеттерге дайын адам ретінде атап өтсек болады. Сонымен қатар Қарасартовтың психологиясы туралы сөз қозғасақ, оның бойында ұлттық код, ата-баба дәстүрі деген ұғым мүлде жоқ. Ол шәкәрімді жау деп қана көреді. Оның мақсаты ақынды ұстау емес, жою болып табылады. Себебі осы шәкәрімді жоя арқылы ол осы кеңестік идеологияны былайша айтқан кезде пропаганда ретінде жүзеге асырған еді. Сонымен қатар, егер оны автордың ойы ретінде айтатын болсақ, автор осы Қарасартовты рухани мүгедек адам ретінде суреттейді. Ол күштің, қарудың тілмен ғана сөйлей біледі. Осы яғни мүгедек адам ретінде осы қару тілімен ғана сөйлей біледі деп автор атап өткен еді. Сонымен қатар Қарасартовтың жендеттері туралы атап өтсек, Қарасартовтың қасында Халитов сияқты шолақ белсенділер, ол өз ойы жоқ, бұйрықты ойланбай орындайтын, ұлттық санасы уланған тобырдың өкілдері ретінде атап өтсек болады. Яғни басшылық не айтады, соны жасауға дайын болып тұратын, былайша айтқанда санасы уланған, бағана айтып кеткен, санасы уланған тобырдың өкілдері болып табылады. Осы жендеттер де осы кеңестік идеологияны дәріптеуші адамдар ретінде айтсақ болады. Аққуды атпас болар шығармасындағы атап өтілетін рәсімдер мен салт дәстүрлер туралы сөз айтсақ, негізгі шығармада мен осы біздің қоғамға сәйкес келетіндей 4 негізгі рәсімдер мен салт дәстүрлерді анықтаған едім. Алғашқысы бұл менің ойымша аққуды атпа кие ұғымы болып табылады. Бұл сөз тіпті осы шығарманың өзінің атауында тұр. Толығырақ айтатын болсақ, қазақ халқы аққуды киелі құс, махаббат пен сұлулықтың символы ретінде санайды. Аққуды атқан оңбайды, кие сорады деген сенім бар. Шығармада бұл дәстүр метафоралық мағынада қолданылады. Шәкәрім ол халықтың киесі, оған оқ ату бүкіл халықтың киесіне оқ атумен тең. Қарасартовтардың кейінгі тағдырының құлдырауы, яғни ел қарғысына ұшырауы осыған дәлел болып табылады. Келесі атап өтетініміз бұл сәлем беру және қонақжайлылық. Шәкәрім өзіне мылтық кезеп келе жатқандарды көрсе де, оларды жолаушы, қонақ деп қабылдауға дайын тұрады. Аттан түсіп сәлемдеспек болады. Бұл қазақтың қанына сіңген, жауында да қонақ деп сыйлайтын бекзат түрі. Алайда қарсы жақ бұл дәстүрді аяққа таптап, сәлемнің орнына оқ жаудырады. Бұл көрініс екі заманның, яғни ескі игілік пен жаңа жауыздықтың қақтығысын көрсетеді. Яғни осы Қарасартовтардың іс-әрекеті ол қазақ мәдениетінің жерге таптауымен теңестірсек болады. Және де осы Қарасартовтың өзі мен Қарасартовтың адамдарының негізгі міндеті, негізгі идеясы бұл
кеңестік идеологияны дәріптеу болған еді. Яғни қазақ өлкесіне осы кеңестік идеологияны тарату, дәріптеу, адамдардың саналарына жеткізу сияқты негізгі іс-әрекеттері болған еді. Сонымен қатар үшінші іс-әрекетті атайтын болсақ, осы шығармадағы бұл мәйітті қорлау, яғни дәстүрге қайшы әрекет. Қазақта өліктің аруағын сыйлау, сүйекті қорламау деген қатаң қағида бар. Тіпті жаудың сүйегінде де далада қалдырмайтын халықпыз біз. Ал шығармада шәкәрімнің денесін қырық құдыққа лақтырып кетуі, оны жасыруы ең ауыр қылмыс және дәстүрді қорлау. 30 жыл бойы сүйектің құдықта жатуы бұл ұлт тарихындағы қарадақ ретінде атап өтсек болады. Сонымен қатар осы іс-әрекетке қатысты өз ойымды атап өтсем, осы іс-әрекеттегі ең ауыры менің ойымша бұл осы істі жасаған өзіміздің осы қазақ болып табылады. Яғни қазаққа қазақ жау болып отыр мысалы. Егер оны басқа ұлт өкілі немесе осы кеңес өлкесіне қатысты қазақ емес басқа бір ұлт өкілі жасайтын болса, осы іс-әрекетті қазаққа қарсы, онда менің ойымша бұл аса қатты ауыр жағдай болмайтын еді. Ал бірақ бұл жағдайда шәкәрімді өлтіріп, шәкәрімді осы құрқұдыққа лақтырып кеткен ол өзіміздің қазақ болып табылады. Яғни қазақ қазаққа жау бола отырып осындай адам санасына кірмейтіндей іс-әрекет жасаған еді. Сонымен қатар төртінші іс-әрекетті атап өтетін болсақ, бұл ақтау және қайта жерлеу болып табылады. Шығарма соңында шәкәрімнің баласы Ахаттың әке сүйегін құдықтан алып арулап жерлеуі, үзілген дәстүрдің қайта жалғануы, әділдіктің орнауы болып табылады. Осы шығарманы оқып шыққан соң мен өзіме осындай идеяларды, осындай ойларды өзіме түйіп алдым. Мысалы, бұл шығарма маған тарих пен философияның түйіскен жерінен көптеген жаңалық ашты. Осы жаңалықтардың арасында бұл тарихи шындық болып табылады. 1931-32 жылдардағы аштық пен репрессия кезіндегі нақты оқиғалардың қалай өрбігенін түсіндім. Сонымен қатар шәкәрімнің жай ғана қаза таппағанын емес, қаза таппағанын, оны жоспарлы түрде қастандықпен өлтірілгенін және бұл оқиғаның саяси астары болғанын тереңінен ұғындым. Яғни саяси астары деп атап атқаным бұл осы кеңес үкіметінің негізгі мақсаты, негізгі идеясы осы қазақтың түпкі тарихын жоғалту, осы түпкі тарихын жоққа шығару. Мысалы, шығарманың соңында шәкәрімнің саят қорасына келіп, осы шығармаларының барлығын далаға шығарып өртеп тастауы. Ол сонда қандай біз осы іс-әрекеттен ой түйеміз? Негізгі ойымыз әрине де бұл кеңес үкіметінің қазақ халқының тарихын жою ретінде мен түсінемін. Және де тұлға қасіреті туралы атап өтсек, шәкәрім тек ақын ғана емес, үлкен философ болғанын, оның өмірден, қоғамнан түліну себептерін, яғни абайдан кейінгі рухани жалғыздығын туралы таныдым. Сонымен қатар данышпанның жалғыздығы ең ауыр жаза екенін түсіндім. Сонымен қатар жауыздың психологиясы туралы да негізгі кейбір ойларымды түсіндім. Адам билік пен идеологияның құлына айналғанда, оның бойында адамгершілік қасиеттер қалай өшетінін түсінген едім. КПУ қызметкерлерінің іс-әрекеті арқылы тоталитарлық жүйенің, яғни зомби адамдарды қалай қалыптастыратынын көрдім. Бағана айтып кеткендей, кеңес үкіметі өзінің тоталитарлық жүйесі бойынша адамдарды бағана айтып кеткендей зомби ретінде зомбиға айналдырған еді. Зомби дегенде бұл кеңес үкіметі өзінің идеясын басқа адамдарға жеткізе отырып, осындай қастандық іс-әрекеттерге адамдарды апару болған еді. Яғни адамды өлтіру, миға қонымсыз идеяларды жүргізу деген сияқты көптеген іс-әрекеттерге көзім жетті.
Сонымен қатар рухани заңдылық туралы сөз қозғағым келеді. Әрине, шығарманы оқып біткеннен кейін мен негізгі түсінгенім бұл әрине шындық бәрібір жеңеді. Құдықта 30 жыл жатса да шәкәрім рухы өлмеді, сөзі жоғалмады. Ал оны атқандар тарихтың қолқасына қалды. Бұл өмірдің бұлжымас заңы екеніне көз жеткіздім. Яғни өмірде әрқашанда жақсы жақ жеңеді, шындық жеңеді. Мысалы, осы шәкәрімнің қандай жаман, қандай қасіретпен дүниеден өткенімен шәкәрімнің идеясы, шәкәрімнің шығармалары ешқашанда біздің ойымыздан, біздің тарихымыздан ешқашанда кетпейді. Кітапты оқу барысында мен эмоциялық жағдайым құбылып отырды. Бастапқыда тыныштық пен сүйсіну болды. Яғни шәкәрімнің тау ішіндегі оңаша өмірін, оның ой толғауларын оқығанда даналыққа сусындағандай рухани тыныштық сезімде болдым. Табиғат пен адам үндестігі сүйсіндірген болатын. Ал шығарманың ортасына қарай үрей мен шиеленіс болды. Қарасартов бастаған жасақ жолға шыққанда жүректе үрей пайда болды. Жамандықтың жақындап келе жатқан сезіну, әттең қашып үлгерсе ғой деген сияқты дәрменсіз тілек пен алаңдаушылық билеген еді. Ал кульминациядағы өзімнің эмоциямды айтатын болсам, ол шексіз ашу мен күйініш. Оқтың атылуы, ақсақалдың құлауы, оны сүйреп апарып құдыққа тастауы жанымды түршіктіреді. Адам осыншалықты қатыгез бола алатынын сене алмай қатты ашындым. Көмейге өксік тығылғандай күй кештім. Ал шығарманы оқып біткен соң, яғни соңында мұнды үміт болды. Шығарма аяқталғанда ауыр мұң қалады. Бірақ шәкәрімнің атының ақталғанын, оның мұрасы бізге жеткенін ойлап, шүкіршілік сезімі де болады. Ақиқаттың түбінде жарыққа шығатыны үміт сыйлады. Сонымен қатар шығарманың соңындағы өзім эмоцияларымды толықтай келтіре кетсем, бұл осы шәкәрім Құдайбердіұлының қандай қатыгез өліммен кетсе де, қаншама шығармаларын өртеп тастаса да, қандай репрессияның зардаптарын көрсе де, біздің осы қазіргі уақытқа дейін шәкәрімнің аты өшпегендігі, сонымен қатар шәкәрімнің шығармалары әлі де сақталғандығы мені өте қатты қуантады, және де әрине де осы болашақта ақиқат жеңетініне үмітім бар. Мен бұл кітапты әрбір қазақ баласына оқуға міндетті деп санаймын. Себебі біріншіден ұлттық жадыны ояту. Біз кімбіз, қандай жолдан өттік, біздің зиялыларымыз қандай азап шекті. Осы сұрақтарға жауап алу үшін, тарихымызды ұмытпас үшін осы кітапты оқу керек. Бұл кітап құрғақ тарих емес, жанды тарих. Сонымен қатар осы кітапты оқи отырып, біз шәкәрім Құдайбердіұлының қандай өліммен өлгендігі туралы, яғни ащы шындыққа көзіміз жетеді. Екіншіден, рухани иммунитет қалыптастыру. Қазіргі жаһандану заманында жастарға ұлттық құндылықтарды, обал сауапты киені түсіндіру үшін таптырмас құрал болып табылады. Жауыздықтан жиреніп, ізгілікке ұмтылуға тәрбиелейтін шығармалардың бірі болып табылады. Үшіншіден, адамгершілік сабағы. Мансап пен билік уақытша, ал ар-ұят пен адамдық мәңгілік екендігі түсіндіреді. Достарымның бойындағы адамгершілік қасиеттерді шыңдау үшін ұсынар едім. Сонымен қатар осы себепті толықтыра кететін болсам, мысалы Қарасартов негізі ГПУ бастығы болмай тұрып, ол өзі қарапайым қазақ отбасынан, яғни мал өсіретін, яғни қойшы отбасыдан тараған еді, яғни қарапайым отбасыдан болған еді. Мүмкін кедей деп те атап өтуге болар еді. Мысалы, шығармада өзі мектеп қателеспесем 4 сынып бітіргенмін деп атап өтеді. Сонда ол осындай жауыздыққа барғаны, яғни ГПУ бастығына
осындай ГПУ бастығының деңгейіне жеткен кезде ол өзіндегі ішкі идеяларды, ішкі өзінің қалағанымен осындай билікке жеткендегі, яғни мансап пен билік үшін осындай жауыздыққа барған еді. Яғни шәкәрімді өлтіру кеңес идеясын таратуға дайын болған еді, осы мансап пен билік үшін. Алайда соңына қарай осы мансап пен биліктің барлығы құр қалып, сонда ар-ұят жеңгендігіне көзіміз жетеді. Және де төртінші себепті атап өтетін болсам, ол әдеби ләззат. Қабдеш Жұмаділовтің тілі өте бай, көркем. Қазақ тілінің сұлулығын сезінгісі келетін кез келген адамға бұл шығарманы оқу үлкен ғанибет болып табылады. Осы негізгі 4 себептерге сүйене отырып, мен ойымша әрбір қазақ баласы осы шығарманы оқып өткені жөн. Себебі тіпті осы шығарма, Қабдеш Жұмаділовтің шығармасы өте жеңіл жазылған, адамға оқуға өте жеңіл, өте ыңғайлы болып табылады. Сонымен қатар осы Аққуды атпас болар шығармалардың жинағындағы алғашқы хикаят болып табылады, және де мен ойымша өте қысқа хикаяттардың бірі болып табылады. Не болғаны, қателеспесем, 50-55 бет аралығындағы хикаят болып табылады. Сол себептен мен ойымша барлық қазақ баласы осы шығарманы оқуы қажет. Мен осы Аққуды атпас болар шығармасындағы өзіме ұнаған 3 үзіндіні оқып бергім келіп тұр. Алғашқысы: шәкәрім қажы алға қарай жас жігітше еңбектей жөнелді. Сол талай сынақтан өткен ежелгі тәсіл. Ең алдымен сезік алып үрке жөнелген топты арқардың алдыңғы жол басшысын тартып жіберген. Тарты мен қажымас күштің үйлесімі сол айқын көрініс. Жоқ, әке, бұл сіздің өнеріңіз, деді Зият әке құшағынан шыға беріп. Көзіңіз әлі де қияндағыны шалады екен, мергендігіңізден жазбапсыз. Мен соған қуанып тұрмын. Әке көңілі толып, үнсіз ғана басын изеді. Қара көздерінде мейірмен философиялық терең ой көрініп тұрды. Балам, әрбір аңшылықта тек қана мергендік жеткіліксіз, деді шәкәрім. Адалдық, сезім, табиғатты түсіну қажет. Және әрқашан жүрекпен ұстан. Сол сәтте Зият әкесінің сөздерін терең сезініп, өз ойында оған лайық болуға уәде берді. Олар бірге аңшылыққа шыққан сайын, әке мен ұл арасындағы байланыс, білім мен тәжірибе ұрпаққа қалай берілетінін көрді. Осы алғашқы үзіндіні таңдаған себебім бұл шәкәрім қажының ұлына беретін өмірлік тәлімін, даналығын көрсетеді. Сонымен қатар мұнда әке мен баланың арасындағы байланыс, аңшылық арқылы берілетін тәжірибе мен философиялық ойлар көрінеді. Бұл үзінді арқылы оқырман шәкәрімнің адамгершілігі мен тәрбиелік күшін түсіне алады. Мен осы екінші үзіндіні таңдаған себебім, біз осы үзіндіні оқи отырып, шәкәрім Құдайбердіұлының қандай өлімнен кеткендігі туралы нақты себебін анықтай аламыз. Сонымен қатар Қарасартовтың қандай жау адам екендігін, кеңес үкіметінің идеяларын дәріптеу үшін қандай іске дайын екендігіне көзіміз жетеді. Осы екінші үзіндіні таңдаған себебім бұл, осы үзіндіні оқи отырып, біз шәкәрім Құдайбердіұлы қандай қатыгез адамның, қандай қанішер адамның қолынан өлгендігі туралы біле аламыз. Сонымен қатар Қарасартовтың кеңес үкіметінің идеясы үшін, кеңес үкіметінің идеологиясын дәріптеу үшін қандай адамгершілігі мүлдем жоқ іс-әрекетке дайын екендігіне көзіміз жетеді. Сонымен қатар сол замандағы қандай кеңес үкіметін жүргізген тоталитарлық жүйесі қандай қатыгез болғандығына көзіміз жетеді. Сол себептен осы үзіндіні таңдадым. Үшінші үзінді: зулаған заман бір қалыпта тұрмайды екен. Өмірдің қиыншылықтары, билік қысымы, ашаршылық пен репрессия бәрі де адамды сынайды. Бірақ рухты талқандай алмайды. Арада тура 30 жыл өткенде, тірі қалған жалғыз ұлы Ақат әкесінің сүйегін құр құдықтан ашып алып,
жидебайдағы абай зиратының қасына жерлеген. шәкәрімнің шығармалары том-том болып жарық көруде. Ол өзінің кезеңінің көрнекті философы ғана емес, ұрпаққа адамгершілік, әділдік, даналық жолын көрсеткен ұстаз болды. Биліктің қысымы мен қоғам сынағына қарамастан, оның сөздері, ойлары, поэзиясы сақтап қалды. Осыдан 5 жыл бұрын ұлы ақын туғанына 150 жыл толған мерейтойын республика жұртшылығы кеңінен атап өтті. шәкәрімнің мұрасы тек қазақ халқына ғана емес, бүкіл адамзатқа арналған рухани қазынаға айналды. Оның өмірі мен шығармашылығы өткенді есте сақтау, қазіргі мен болашақты түсу жолындағы үлгі. Үшінші үзіндіні таңдаған себебім бұл шәкәрімнің шығармашылық мұрасы мен ұрпаққа қалдырған қазынасын көрсетеді. Мұнда оның өмірінің соңғы жемісі, қиыншылыққа қарамастан рухының жеңісі бейнеленген еді. Сонымен қатар оқырман үшін бұл үзінді рухани байлықтың, білім мен даналықтың мәңгілік екендігін